Петропавлға тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай «Величие и триумф русского балета» атты гастрольдік сапармен Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық би театры келді. Әртістер өнерсүйер қауымға бірден 2 спектакльді сомдады. Сахнада бірінші болып «Гамлет, дат елінің ханзадасы» атты 2 актілі балет қойылды. Спектакль у нас уже. Көрермендердің назарына Аида Искакованың музыкасына сомдалатын «Гамлет, дат елінің ханзадасы» және «Сон Маргариты» орындалды. Хореография Болат Аюхановтікі. Ол бұл пьесаны жаңа тұрғыдан көрсетпекші. Әлемге әйгілі «Гамлет, дат елінің ханзадасы» оның тағдыры жақсылыққа, сонымен қатар зұлымдыққа, сатқындық пен жалғандыққа толы. Оның өмірі трагедия. Сахнада Гамлеттің шытырманға толы өмірі сомдалған спектакль көрермендердің көңілінен шықты. Уютно, все. Біз театрға жиі келіп тұрамыз. Мен осы жерде уақыт өткізгенді ұнатамын. Балет тамашалаған маған қатты ұнайды. Әртістердің рөлдерін орындаулары керемет десем де болады. Алған әсерімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бізге өте қатты ұнады. Гамлеттің анасы королева Гертруданың рөлін балет солисі Айнұр Мұқашева орындап шықты. Оның театр сахнасында еңбек етіп жүргеніне 8 жыл болған. Айнұр Мұқашеваның сөзінше кейбір кейіпкерлердің рөлін орындау қиынға соғады. Алайда қойылымды дұрыс сомдап шығу үшін күш пен білім қажет. Балет солисі Петропавл қаласының көрермендері әртістерді жылы лебізбен қарсы алғандығын айтты. Новые артисты. Бүгін бізде премьера болады осы Петропавл қаласында. Мен Гамлеттің анасы Гертруданың рөлін сомдаймын. Біздің театрға жаңадан қосылып жатқан әртістер көп. Рөлдерді ойнау қиын, алайда бұл біздің мамандық. Сондықтан да көп талпынуға тура келеді. Біздің гастрольдік сапарымыз Астана мен Қостанай қалаларында жалғасатын болады. Спектакль әрі қарай «Сон Маргариты» атты 1 актілі балет қойылыммен жалғасты. Болат Аюханов басқарған бұл театрдың басты мақсаты әлемдік балет дәстүрлерін дамыту. 50 жылдық тарихы бар бұл театр көрермендерді таң қалдырудан шаршаған емес.